Түркістанда Қазақстан неміс университетінің филиалы ашылады. Қазақстан мен орталық Азиядағы жалғыз неміс жоғары оқу орны аграрлық саладағы озық тәжірибе негізінде жергілікті жастардың арасынан сұранысқа ие ауыл шаруашылығы бағытындағы мамандарды даярлайды. Осыған орай Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Қазақстан неміс университетінің президенті Ромель Волратпен кездесті. Тараптар Қазақ неміс аграрлық университетін ашуға қатысты мәселелерді жан-жақты талқылады. Облыс әкімі Қазақстан мен Германияны өзара тиімді стратегиялық серіктестік байланыстырып келе жатқанын атап өтті. Бұл тұрғыда мемлекет басшысының тапсырмасымен жоғары білім мен ғылым саласына басымдық берілетінін айтты. Түркістан облысының аграрлық өнеркәсібі ең дамыған өңірлер қатарына кіретінін айтқан облыс әкімі аймақтың осы саладағы жетістіктерін жеткізді. Түркістанға қош келіпсіз. Сіздердің ұсыныстарыңызды естіп қуанып отырмыз. Енді Түркістан туралы бұл ең көне қала біздің елімізде, Орта Азияда. Түркістанды 5 жыл алдын президентімізбен сондай шешім қабылданып, Түркістан облысының облыс орталығы ретінде қалыптасып отыр. Қазіргі таңда мына құрылыс жүріп, қазір сондай облыстың орталығы және де түркілестердің рухани орталығы ретінде қалыптасуда. Сол себептен де біздің халқымыздың 80%-нан астамы ауыл жерлерде тұрғаннан кейін негізгі жұмыс бағыты осы ауыл шаруашылық болғаннан кейін біз сондай ауыл шаруашылығы саласында университеттерді іздестірудеміз. Соңғы 5 жылда бізде облыстан 484 мың халық басқа қалаларға көшіп кетіпті урбанизация ретінде. Шымкент, Алматы, Астана қалаларына. Енді оның ішінде 50%-ға жуығы біздің жастарымыз. Олардың көбі сол Алматы, Астана, Шымкентке жоғары оқу орындарына оқуға барады. Бірақ бір жерде байқаған мәселеміз, сол жастарымыз қайтып біздің ауылдарға келмей жатыр. Сол Алматы келмей жатыр, Алматы, Астана сол жақтарда қалып қояды екен. Сол себептен де бізде осы жерде өзіміздің Түркістанда жоғары оқу орындарын ашу бізге бір сондай бір өзекті мәселелердің біреуі. Бүгінгі күнде Түркістан облысының өнеркәсіп өнімінің көлемі алғаш рет 1 триллион теңгеден асқан. Облыста заманауи мал биржасын ашу жоспарлануда және жылына 100 мың тер өңдейтін кәсіпорынды соғу жұмыстары басталған. Ауыл шаруашылығына инвестиция құйылу жыл сайын 2 есе көбеюде. Қазақ неміс университеті 25 жыл бұрын жеке бастамамен неміс стандарты бойынша мамандар даярлау мақсатымен құрылған. Жоғары оқу орнында бакалавриат пен магистратура бағыты іске қосылды. Оқу ордасында білім алған қазақстандық студенттер Түркістан облысының ауыл шаруашылығы саласындағы ірі өндіріс орындары мен Германиядағы өндіріс орындарында тәжірибеден өтуге мүмкіндік алады. Түркістан өңірінің тарихи құндылығын жақсы білемін. Біздің елімізде де тарих пен мәдениет ұштасқан. Бізді Қазақстан жастарының білімге деген құштарлығы қуантады. Сондықтан өз тарапымыздан қолымыздан келген қолдауды көрсетуге дайынбыз. Біздің мақсатымыз екі елдің арасындағы байланысты нығайту, Еуропаға жол ашу. Ашығын айтайын, университетіміз коммерциялық бағытта жұмыс істемейді. Білім беруден пайда көруге болмайды. Біздің парызымыз жастарға сапалы білім беру. Сонымен қатар Түркістан облысының тұрақты экономикалық және әлеуметтік дамуына ықпал ететін зерттеулер мен инновацияларға назар аударатын болады. 2023 жылы институтта 2 білім беру бағдарламасы іске қосылған: энергетикалық және экологиялық инженерия және логистика. Олар Маңғыстауда жасыл сутекті өндіру үшін мамандар даярлауға және Каспий теңізі арқылы Қытайдан Еуропаға орта көлік дәлізі үшін логистиканы дамытуды қолдауға бағытталған. Қарлығаш Байгөбек, Мұхаммед Әлі Әбдімүтәлі, Әділет ақпарат.